Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің аты жөнім Жүнісбаев Саян Ілесұлы, Орал қаласының мамандандырылған тергеу сотының судьясымын. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымызда қылмыстық процестегі сот бақылау жүзеге асыру барысындағы азаматтардың, адамдардың және басқа тұлғалардың қылмыстық процесс кодексінің 106 бабымен берілетін шағымдардың қарау мәселесі. Ал енді бірінші мәселеге тоқталатын болсақ, арыздар мен шағымдары қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жөнінде сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілгеннен бастап, бұл қылмыстық іс тергеле келе, іс бойынша түпкілікті шешім шығарылғанға дейінгі орын алған әрекеттер, әрекетсіздіктер және процестік шешімдердің барлығы қылмыстық процесс кодексінің 106 бабымен тәртібіменен шағымдалуға жатады. Бұл тергеу органының лауазымды тұлғаларының әрекеттері, әрекетсіздіктері және іс бойынша белгілі бір процестік шешімдер және қадағалаушы прокуратураның лауазымды тұлғаларының әрекеттері, әрекетсіздіктері және шешімдері. Ал енді қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталып, іс сотта қаралу сатысында, немесе бұл қылмыстық іс сотта қаралып, үкім шығарылған жағдайда, бұл қылмыстық істің аясындағы әрекеттер, әрекетсіздіктер және шешімдер қылмыстық процесс кодексінің 106 бабының тәртібімен шағымдалуға жатпайды. Егер бұндай жағдайда шағым түскенде, тергеу судьясы бұл шағымдарды қараусыз кері қайтаратын болады. Қылмыстық процесс кодексінің 106 бабының 5 бөлігінде көзделгендей, кез келген орын алған әрекет, әрекетсіздік және процестік шешімдерді тергеу судьясына шағымдау 15 күннің ішінде жүзеге асырылуға тиісті. Ал қылмыстық істі тоқтату туралы процестік шешімді қабылдаған және оны қадағалаушы прокурор бекіткен күннен бастап, қылмыстық процесс кодексінің 102 бабының тәртібіне сәйкес 1 жыл мерзімнің ішінде шағымдалуға жатады. Ал енді қылмыстық процеске қатысушы тұлғалар бұл мерзімдерді уәжді себеппенен, дәлелді себептермен өткізіп алған жағдайда, тергеу судьясына шағым берген кезде, оған қосымша осы өткізіп алған мерзімдерді қалпына келтіру туралы жазбаша өтініштерді бірге тіркеу қажет. Егер бұл өтініш тіркелмеген жағдайда, шағым қараусыз кері қайтарылатын болады. Яғни, қылмыс процесс кодексінің 106 бабының тәртібімен берген шағымдарда орын алған құқық бұзушылық, яғни қылмыстық процеске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы қандай жағдайда орын алған, нақты қандай лауазымды тұлғалардың әрекетіне, әрекетсіздік және шешімдері салдарынан бұзылғанын, және нақты қандай қылмыстық іс бойынша орын алғаны көрсетілу керек. Бұндай жағдайда шағымда сонымен қатар арызданушыға бұл мән-жайлар қашан белгілі болған, бұл жөнінде қадағалаушы прокурорға шағымдалған, шағымдалмаған, егер шағымдалса, оның қашан, қай уақытта, қандай нақты жауабының алынғанын барлығы шағымда көрсетілу керек. Сонымен қатар, шағымды арызданушының өзі беріп отырса, осы шағымдалып жатқан шешімдердің көшірмелері тіркелу қажет. Ал егер шағымды арызданушының өзі емес, оның өкілі, яғни қорғаушы болсын және заңгер болсын, соның өз қолымен беріп жатқан жағдайда, оған тиісті өкілеттікті растайтын құжаттар қоса бірге тіркелуі қажет. Бұл қысқада нұсқа тақырыптың мәні мағынасы осы, сіздерге түсінікті болған деп ойлаймын. Рахмет назарларыңызға.